армысың қызық. Жаңа исламша айтса, аргид мерекесі немесе мейрамы деп аталатын дастарханда болып қайттым. Әңгіме көп, бата беріп жатыр. Керана кераттан аяттар түсіріліп жатыр. Әрине мен басқа діннің өкілі болғандықтан, әрі ислам сенімінің кейбір қағидаттарын білетін болғандықтан, қолымды жайған жоқпын, бетімді сипаған жоқпын. Сонымен әңгіме басталып кетті. Әрине әңгіме басталады. Бізде қазір әрбір 10 адамның 9,5-ы сұрақ қойғыш діндарлар ғой. Сіз неге қол жаймадыңыз? Сіз неге бетіңізді сипамадыңыз? Шайтандарыңыз қойылды деп әңгімені бастап жіберді. Әрине сұрақ қойдым. Осы бет сипау исламда уәжіп па деп. Имамға қарап сұрақ қойып едім. Жоқ, міндетті емес деп айтты. Сонымен басқалар үн-түнсіз қалды. Содан біреу сұрады: сіз намаз оқисыз ба деп. Мен имамға қарап сұрадым: анығын айтыңызшы, исламда намаз оқыла ма, әлде сәләт жасалына ма деп едім. Намаз деген ол парсының сөзі дейді. Сіз біледі екенсіз, Тәңір дінінің дүние танымдық түсінігі деп білгіңіз келмесе де, парсынікі деп біледі екенсіз. Ал парсыларда зарастризм діні бар. Оның Ахварамазда деген құдайы бар. Сіз не, зарастрисіз ба деді. Алла сақтасын деді. Енді сіз айтып отырсыз ғой, мен намаз оқимын, ол парсынікі деп. Парсыда бір дін, ол зарастризм. Яғни сіз намазды парсы түсінігі деп білсеңіз, зарастрисіз онда деді. Жоқ, бізде сәләт деп айтылады. Онда осы сәләт деген сөз неге қазақ даласындағы исламистер толыққанды айтпайды деді. Осы сіздер қашанғы Тәңір дініне тиесілі сөздердің барлығын аласыздар да, исламдық деп түсініктеме жүргізе бастайсыздар. Мысалы, қазіргі біздің отырған, мына дастарханда отырған сәтімізді исламда әлғид дейді, қазақта айт дейді. Ал бір ай бойы өткерген қарыздарыңызды ас-сауым дейді. Сіздер болсаңыз, Тәңір дінінің ауыз бекіту немесе ораза деген сөзін пайдаланып жүрсіздер. Онда сіздер тәңіршісіздер ғой. Құрани сөзбен сөйлесеңіз, исламистсіз. Тәңір дүниетанымның сөзімен сөйлесеңіз, сіз тәңіршісіз. Кешкі таман қазақ қарапайым ішілетін тамақты ауызашар дейді. Исламда діни парыз орындап жатқанда ішетін тамақты ифтар дейді. Оны неге халыққа түсіндірмейсіздер? Ертеңгісінгі таңғы ішілетін тамақты, қарапайым күнделікті ішілетін тамағын қазақ сәресі дейді. Ал исламда осы парыз айында ішілетін таңғы асты сухр дейді. Жөндеп тыңдасаңыз, ифтар да, сухр да қазақ сөз, ас-сауым да қазақ сөз болып қалады. Осының астарын түгелімен түсіндіріп, мына отырған қарапайым халыққа айтпайсыз ба? Жаңа бір сөзіңізді айттыңыз, тәкаппар болмау керек деп. Тәкаппарлық исламда жат, қылық деп айттыңыз. Ал жаңа бір сөзіңізде, бұл кісілер еш нәрсені түсінбейді. Қарапайым мынандай дастарханда отырғанда осындай сөзді қозғама дедіңіз. Отырған мына жәмияттың барлығы еш нәрсені түсінбейтін, сіз ғана түсінетін болсаңыз, сіз тәкаппарлық жасап отырсыз деп едім. Сіздің не айтып отырғаныңызды мен түсінбеймін деді. Кенеттен надан бола салды. Сіз түсінбесеңіз, мына отырған қалай түсініп отыр. Сіздің қателігіңіз, түсінгендігіңізді түсініп отырып айтқыңыз келмегенді жасырып отырсыз. Түсіндіріңіз, айтыңыз. Әйтпесе бүгіннен бастап қазақ даласында тәңірші исламистер бар деп айта бастаймыз. Нағыз исламның жолымен жүретіндерге қазақ даласындағы мешіттердің ішінде, жәмилердің ішінде, мұсаллардың ішінде орын берілмей қалған деп сөйлейміз. Ал бізге, біз мемлекетімізге, мына тәңіршілерге де бейбітшілік керек. Халқымыздың азап шеккені жетеді. Небір измдарға, небір саяси измдарға сеніп, 3 миллионға дейін қырылған жетеді. Сондықтан біз сөз қылмаймыз. Біздің бар тілегіміз біреу-ақ. Әр дін өзінің терминдарын пайдаланып сөйлеу. Сөйлеген кезде ислам діндарлары айту керек: мынау ас-сауым, қазақтың көне дүниетанымы бойынша бұны ауыз бекіту деп айтады. Сол уақытта біз айтамыз, дұрыс айтады олар. Ал біздің ауыз бекітуіміз ол қазіргі заманның диетасына сәйкес келеді деп түсіндіреміз. Намаз деген біздің сөзіміз. Қазақтың дүниетанымында замандарды заңдастырып, намазды оқитын тәңірлік құдай деп айтылады. Кез келген уақытта, кез келген қазақ орнынан тұрғанда, тәңірлік құдайдың күнделікті оқып атқан, заңдастырылып тасталған намазына лайық боламын деп тұрып, ешқандай қателік жасамай, арамдық жасамай, адамдық биіктікте жұмыс жасауға, әрекет жасауға, қарекет жасауға кіріскен деп айтамыз. Сонымен бүгіннен бастап
екі дін, Тәңір діні мен ислам діні, қазақ даласында бейбітшілікте өмір сүрсін десек, бір затқа келісіп алайық. Терминдерді дұрыс айтыңыздар. Ал мен жағынан бұдан бастап әрбір терминді ара-жігін ажыратып отырып, мына қазақ деген ұлттың ұрпағына айта бастаймын. Үлкені мен кішісіне айта бастаймын. Ренжімеңдер. Сондықтан мен бетімді ешқашан еш уақытта сипамаймын. Мен бата айтып тілек айтатын болатын болсам, тек қана сұқ саусағыммен көкейімнің тұсын басамын да өмін деп айтамын. Ал қазақтың өмін деген сөзі, қазақ айтса сенбейтін болғандықтан орысша айтайын. Өмін деген сөз аббревиатив зор деген сөз. Мен Тәңірлік Құдайға ешқашан бұйрық бере алмаймын. Тек қана оған өмін деймін. Менің айтып отырғаныма, менің жасаған жалынғаныма, жалбарынғаныма, өтінгеніме, сұрағаныма, берген батама, тілегіме, ықыласыма, ниетіме, лебізіме өмін. Бергін келген жерім бер. Бермейтін сөздің жүйелері тұратын болатын болса, бермей-ақ қой. О Тәңірлік Құдайым, сен менің ойласам да, ойламасам да ойымдасың. Осындай жағдай, осы жаңа ғана болды. Осыдан 1 сағат бұрын ғана болған оқиға. Қазір ролик жазып отырмын. Қазақ дүниетанымының, ерекше дүниетанымының ұлылығын айтатын мына менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Сау болыңдар.